Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге қой етінен жасалған балғын жұмсақ қуырдақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен етімізді жақсылап жуып, турап аламыз. Ал бауырды етке қоспай бөлек тураймыз. Сәбізімізді, пиязымызды барлығын турап аламыз. Содан соң қазанға май құйып, қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етімізді қуырып, бетін жауып, қуырған сайын бетін жауып тұруға болады. Және тұздалмаған ет болса, бұл жерде тұз қосып жіберуге болады. Етіміз әдемі болып қуырылып жатыр. Түрі өзгеріп, осылай қуырылып жатқан кезде біз оған сәбізді және пиязды саламыз. Және де қуырдаққа болгар бұрышын салсақ өте керемет дәм береді. Болгар бұрышымызды да жақсылап турап аламыз. Және де пияз бен сәбізді жақсылап қуырып болғаннан соң болгар бұрышын қосамыз. Картопты езілмейтіндей осындай үлкен-үлкен етіп турадым. Және де біз әлі бауырды қосқан жоқпыз. Жақсылап қуырылғаннан соң біз картопты қосамыз. Және де жақсылап араластырып, бетін жауып, баяу отта қуыра береміз. Барлығы қуырылып болғаннан соң тек қана бұқтырылатын кезде ғана біз бауырды саламыз. Өйткені бауырды қосып қуырсақ, ол қатты болып қалады. Ал енді бауырды осылай бетіне қойып қойсақ, ол жұмсақ болып піседі. Бауырды бетіне қойып, аз ғана су құямыз. 100 граммға да жетпейтін 50 грамм су құйып, біз тамағымызды бұқтырамыз. 30 минут, 25 минут бұқтырсақ, тамағымыз піседі. Тамағымыз дайын. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз де жасап көріңіз, сізге ас болсын.